Апай, Гүлнар апай, Гүлнар апай. Это что такое? Это институт. Какая апай? Наша вот эта вот ментальность наша. Вот, апай, қойыңызшы мына. Апай, пожалуйста. Да не называй меня Не называй апай. меня апа, да. Мне не нравится это имя. Апай, да. Орыс тілін жүйесін қазақ тілін жүйесіне әкеп соғуға ұруға болмайды. Мысалға ана баян апайымыз Есентаеваның не называй меня апай деген сөзді бір төменшіктетіп институтта апай деп айтады деп оларды келеке мазақ қып төмен еткен бір сұхбаты бар ғой ана замандасқа берген. Сонда институтта апай деп ол бір тобыр сананың, ол төмен мәдениеттің, бұл ауылбайлықтың көрініс ретінде беретін жер бар. Ал негізі керісінше апай деп айту ол дұрыс нәрсе. Кісінің пәленше түгенше, ұлы пәленше түгеншеева бағанағы Галина Сергеевна деген сияқты қып айту, ол орыс тілінің айшығы да. Қазақ тілінде барлық ресми атаулар туыстық атауларға жүгінеді, сүйенеді. Апай, ағай деп айтуымыз керек. Сіз әрбір деген соң 75-тегі апа келіп отырса осы жерде сіз пәленше түгенше келіні, пәленше түгенше қызы деп оның баяғыда қайтыс болып кеткен ата-бабасының құлағын шулатып отырмайсыз ғой? Сізді мысалы қалай? Мысалға арым бауырым дейсіз. Жоқ, студенттеріңіз мысалы сізді қалай деді? Мені ағай деп айтады. Ағай деген ресми атау. Иә, ресми атау. Қазақ тіліндегі ресми сөз саптамда, ресми стиль қаратпалардың барлығы туыстық атауларға сүйенеді. Яғни қаратпа, біздегі қаратпа парадигмасы орыстың қаратпа парадигмасына сәйкес келмейді.